Өткенде рестарт дегеніміз не деген сұрақ келді. Рестарт дегеніміз мысалы біздің компьютеріміз жұмыс жасайтын, сол кейде жұмыс жасамай қалады. И біз оны перезагрузка жасаймыз, өшіріп қайта қосамыз. Сол сияқты әлде де болмаса біз оның компьютердің жүрегі жесткий дискті ашып, шаңдардан тазартамыз, вирустардан тазартамыз, сүртіп, тазалап, қайта саламыз. Сосын жұмыс жасатамыз деген сияқты. Адамның да жан дүниесіне сондай қайта қалпына келтіру деген болады. Мысалға біз туылғанымыздан ашуыза, өкпе ренішке толған негативті сезімдерімізді жұмыс жасап, оларды тауып алып, қайта қалпына келтіреміз. Соны рестарт деп айтады. Бізде барлығымызда кейде күнделікті күйбең тіршіліктен қайталана беретін үй шаруасы, мүмкін жұмысымыз, мүмкін адамдар, мүмкін күнделікті қайталана беретін әдеттеріміз бізге ұнамай, кейде сотқа қарай беріп та жалығып кетеміз. Бізге ештеңе ұнамастан бір демалғымыз келетін, осы барлығынан бөлек жалғыз қалғымыз келетін сезімдеріміз, сәттеріміз болады. Бір нәрсе жасау керек еді, бірдеңе істеуім керек деп ойлап жүресіз, бірақ та үнемі сізді іштей бірдеңеге артқа тартып тұрады, қолыңнан келмейді, қайтесің, сен нәтижеге жетпей қалсаңшы, масқара болып қалсаңшы деген сияқты іштей бір қорқынышты сезімдер, күмәндар, жаңағыдай артқа тартып тұратын кертартпа, деймін, жалқаулықтарымыз бізді тоқтатып бір істі бастай алмай жүретін сәттеріміз болады. Дәл қазір сізге өз өміріңіз ұнамаса, оны позитивқа айналдыру, қалай бақытты болу үшін не істеу керек, қалай жұмыс жасаймын десеңіз, онда сіз дағдылы ойлауыңызды өзгертуіңіз керек, ескі стереотиптерді бұзуыңыз керек болады. Мінез құлқыңызды өзгерту, зиянды жаман әдеттерден арылуға тура келеді. Жалпы адамның дамуына, мақсатқа жетуіне, бақытты болуына, өзімен нәтижелі жұмыс жасауына кедергі келтіретін 4 себеп бар. Егер сіз соларды жеңе білсеңіз, онда сіз өз мақсаттарыңызға оңай жететін едіңіз. Ол ең біріншісі жалқаулықты білеміз. Бүгін жасайын, ертең жасайын, әне жасайын, міне жасайын деп жүргенде уақытыңыз өте береді. Сәтсіздіктен қорқу, яғни біз бір істі бастамай жатып, алдын ала күмәнданып, болмай қалсашы, былай болып қалсашы, солай болып қалсашы, банкрот болып қалсамшы деген сияқты неше түрлі жаман ойлар келіп, бізді өз алдына қорқыныштар жетегіне кетіп, жаңағыдай арманымызды, қалауымызды жасауымызға өзіміз ең бірінші үлкен кедергі боламыз. Сосын сөзге қалудан қорқу, жұрт не айтады, жұрттан ұят болады, позор болып қалсамшы, ұятқа қалып қалсам не істеймін деген сияқты артық ойлар бізді өсірмейді. Келесі бізде зиянды әдеттер, яғни керек емес артық заттар, жаңа өзіміз білеміз оны, артық уақытымызды алып жатқанын, өсек, мысалға, артық біреулердің өмірін тамашалау, любопытство дейді, керек емес сізге қатысы жоқ заттарға қызығып сұрау, қарау, қаншама уақытыңыз, энергияңыздың кетіп жатқанын байқамай да қаласыз. Мына жақта жұмыстарыңыз қалады, біреудің өміріне артық қызығу, осы зиянды әрекеттерден арылуға кеңес беретін едім. Әдеттер бізді арманымызға жетуге, мақсатымызға жетуге ең үлкен, ең бірінші кедергі болатын әдеттер, себептер. Егер сіз осыларды жеңе білсеңіз, онда сіз мақсатыңызға ертерек жетесіз. Біз энергиямызды, ресурсымызды, күшімізді
ең бірінші барлығын өзімізге ғана арнауымыз керек, өзімізге жұмсауымыз керек. Соңына дейін қарасаңыз рахмет. Егер менімен бірге болсаңыз, мені бақылап жүрсеңіз, сізге әлде де тағы да пайдалы дүниелермен бөлісетін боламын. Нәтижеге жетуіңізге, мақсатыңызға жетуіңізге әбден мүмкін.